300 мың адам жылына қайтыс болады екен. 300 мың адам осы цирроздан жылына қайтыс болады. Өйткені ол нәрсе мынандай да, сіз жүре бересіз, қалыпты, мида жүр, қалыпты мида, нормальный жұмысын атқарады, тамақ ішеді, үлкен дәретке шығады, кіші дәретке шығады, но ауру білінбейді басында. Как жасырын кезең болады да, олардың жасырын кезең өте көп болды, сол жасырын кезеңмен жүре береді ауру, бір күн өзіне қолайлы жағдай туған кезде бағанағыдай өршіп шыға бастайды. Енді қараңыздар, мынау кәдімгі жұмысын атқарып тұрған бауыр, иә? Одан кейін стеатоз деген ол бауырды май басу деп айтамыз ғой. Ана УЗИ-ге түсіп келесіздер кейде. Гепатоз деп айтамыз, иә? Осы бауырдың май басуы бұл екінші процесс, бағанағы әртүрлі факторлардың әсерінен. Енді бұл фактор бауырды қайтадан мынаған келтіруге болады, емдеуге болады. Бұдан кейінгісі уже қатаюы, үшінші түрі. Бұл кезде бұны да қайтаруға болады. Ал енді соңғысы цирроз печень, енді оны медицина негізі емдеп жатқан жоқ, тек қана ауыстыруы мүмкін, мысалы бауырды пересадка жасауы мүмкін. Бізде бірақ продукциямен емдеп жатырмыз былайша айтқан кезде. Білесіздер осы, мысалы мен қазір 4 жыл болып жүргеніме, 4 жылдың ішінде бір емес, 2-3 цирроз печень бізде результат алып отыр. Просто ол кісілер өнімді уақытылы и бағанағы жеткілікті дозада ішетін болса болды. Енді медицина ол кезге жеткенде уже адамдар былайша айтқан кезде айтады ғой, енді бізден қолдан келген нәрсе осы, болды мысалда циррозда. Ал біз енді сондай кісілердің өзін осы өніммен емдеп жатырмыз. Жалпы қандай симптомдар болады, мысалы қандай оның этиологиясы қандай деген сияқты тоқталып кетейік. Жалпы адамдағы ұзақ уақыт витамин, минерал немесе белоктардың жетіспеушілігі цирроз алып келуі мүмкін. Одан кейінгісі тума, зат алмасу процесі дұрыс болмаған жағдайда цирроз алып келеді. Одан кейін бағана айтқан гепатиттің Б-сы түрі алып келуі мүмкін. Бауыр өт жолының аурулары, егерде ұзақ уақыт емделмей жүре берсеңіз, ол да сізден циррозға жетелейді. Одан кейінгісі алкоголь өте көп ұзақ уақыт қабылдау, ол да циррозға алып келеді. Одан кейінгісі әртүрлі химиялық уланулар. Мысалы, дезинфекция жасалған кезде, пестицид, гербицид деген заттар. Одан кейін қазір өзіміз қолданып жүрген көп заттар негізі химияда, бірақ оны біз біле бермейміз. Әртүрлі бізге қажет, оны қолданып жатырмыз. Бірақ сондай әртүрлі қолданыстар заттардың да адам улануы мүмкін. Сол себепті әрбір қолданып алып жатқан заттың құрамына қатты мән беріп отыруларыңыз керек та. Ол сізге бүгін ертең шықпайды, ол уақыт өте келе сізге көрінуі мүмкін. Енді қандай симптомдар береді, қандай белгілер болуы мүмкін, салмақ жоғалту ол кісілерде қатты білінеді. Кәдімгі адам арықтап, кахексия деген жағдайға дейін жетеді. Тек қана сүйек пен тері қалады былайша айтқан кезде. Одан кейін анемия болуы мүмкін бұл кісілерде, сарғаю, температура болады, қышыну болады, билирубиннің жоғарылап кетуіне байланысты билирубин қатты жоғарылайды анализде бұндай кезде. Одан кейінгісі әлсіздік, астит, яғни іште су жиналу. Бұлай болады, адам өзі арып, бірақ іші мынандай болады цирроз кезінде. Біз енді әбден больницада көргенбіз, оны бұлай да шығарады, мочегонный продукциялар беріп шығарады мысалы, енді әртүрлі. Осы астит кезінде көп адам қиналып қалады негізі, ол симптом өте ауыр нәрсе адамға. Жалпы енді осы, енді бұл өнімдер, қандай өнімдер қолданылады тоже цирроз кезінде? Бірінші очередь обязательно сарбачон, одан кейін бізде чеснок, тимьян и прополис қосылады бұл кезде. И бағанада астит, яғни су жиналу болатын болса, уже мочегонный действиясы бар, чай қосылады. Енді бұл кезде тоже запор немесе шөті болуы мүмкін, пробиотик міндетті түрде қосылады тағы да. Одан кейін палеозелен, асорбет, соларды жайлап қосуға болады. Енді ол өте аз дозамен басталады. Ауруға бірінші адамды шамалы үйретеміз. Үлкен дозамен бермеңіздер, никак цирроз кезінде оның обострениясына адам шыдай алмайды. Қатты обострение беруі мүмкін. Сол себепті аз дозамен бастап, мынаны үйретеміз өзіңге бірінші. Енді келесі біздегі ауру іш өту, диарея. Өте бір ыңғайсыз жағдай, сыртқа шыға алмайсың дейді, мысалы тек қана үймен туалеттің ортасында былайша айтқан кезде такси қызметін атқарып кетесің бұл кезде. Енді қараңыздар, бұл неден болуы мүмкін жалпы іш өту? Бұл әртүрлі. Осы жоғарыдан бастап асқазан ішек жолының қандай проблемасы болады?
почти 90% асқазан ішек жолының проблемаларынан болады бір. Одан кейін мысалы не болады, жаздың күні көбінесе не жеп қоямыз ғой, қарбыз қауын, мысалы жеміс жидектер, осылардың улану әсерінен болып қалады кейде бізде диарея. Яғни диарея деген ішектің микрофлораның бұзылуы, нәжістік кәдімгі су сияқты өтуі. Оның енді өзінің дәрежелері бар мысалы. Кейбіреулерде бір айда, бір аптада бір-екі рет ғана болады. Сұйық нәжіс уже солай болып жатса, сұйық нәжіс келді ма, сіздер байқаңыз, что бізде бір проблема бар асқазан ішек жолында. Оны жай ғана қоя салуға болмайды, бүгін что-то менде сұйық деген сияқты. Ол айтып жатырмын, бірінші сатысында, бірінші дәрежесінде бір айда бір-ақ рет болуы мүмкін, немесе бір аптада бір-ақ рет болуы мүмкін. Бұл бірінші. Екінші дәрежесінде аптасына уже 4-5 реттен қайталанып отырады. Аптасына 4-5 рет ішіңіз кәдімгі сұйық сияқты келеді, су сияқты келеді. Үшінші дәрежесінде уже бір аптада 10 ретке дейін тоқтаусыз күнде кәдімгі су сияқты келуі мүмкін. Бұл кезде бағана ішектің микрофлорасы бұзылғаны болып отырады. Енді ол кезде бізде қолданылатын өнім міне көрсетілген. Жалпы ондай кезде қандай симптом болады? Температура болуы мүмкін, поноз, бас ауруы мүмкін, әлсіздік, іште ауырсыну болуы мүмкін. Енді әркімде әртүрлі симптомдар бере бастайды. Жалпы қолданылатын өнім, үш өнім, алоэ сок обязательно, пробиотик, одан кейін активатор. Енді активаторды көп адам тек қана маска немесе көзге құлаққа тамызады. Осындай кезде отравление деп айтамыз, көбінесе отравление кезде ішіп көбінесе өтіп кетеді. Сондай кезде ішке де ішуге болады. Неге? Оның тоже құрамы таза алоэ. Қолданасыз, кәдімгі сумен араластырып ішке ішіп отырасыз, сразу поносты тоқтатады. Керемет тоқтатады активатор болады. Енді ары қарай бізде келесі ауру, іш қату, запор. Бұрын осындай нәрсені еститін едік тек қана 50-ден асқан, 60-тан асқан үлкен жастағы кісілерде. Қазір таңда мынау запор кішкентай балада да бар, мысалы орта жастағы адамдарда да бар, барлығында бар. Жалпы запор, іш қату, бұл тоже мынау ЖКТ-ның проблемалары, диагноздары сізде кездескен кезде болады. Жай барақат өздігінен запор болып жатса, қазір екінің бірінен сұрасам, 2 күнде барам, 3 күнде барам, біреу бір аптада барам дейтін кісілерді естиміз. Кәдімгі жүре береді, қалыпты өмір сүріп, но бірақ уже ағзаңыз былайша айтқан кезде уланып жатыр деген сөз. Ол уланып жатыр деген сөз. Енді қараңыздар, запор деген кәдімгі біздің тік ішек болатын болса, мынау тік ішекте бағана сыртқа шығу болу керек дәрет осы жерде отырады, мынаның қабырғасына жабысып қалған кәдімгі. Калвый масса деп айтады, шлак медицина тілімен. Сол ішекте отырады кәдімгідей. Енді ол сыртқа шықпай жатыр, не істейді? Уже қанда сіңе бастайды бағана тоқ ішектің барсинкаларына. Сіңеді дағы қанмен бүкіл ағзаға таралып, әр күнде әртүрлі уже симптомдар белгі бере бастайды. Біреуде шаш төгілуі мүмкін, біреуде әртүрлі жара шығады, біреуде диабет, біреуде давление басталады, псориаз, экзема деген қазір өте көбейіп кетті ғой. Неден деп ойлайсыздар? Соның бәрі осы іштегі ішектің ластануынан, іштегі запордан. Оны біздігілер просто жай кәдімгі қабылдап жүре береді болды. Енді қараңыздар, сыртқа шығу керек нәрсе іште сақталып тұр, өзіңіз ойлаңыз. Ішекті көз алдыңызға келтіріп көріңіз, примерно қалай болып тұр. Енді ол не себептен, мысалы, кейде біреулер сұйықтықты аз қабылдап қалады. Осыдан да болуы мүмкін, құрамында биологы бар заттарды аз қабылдайды, одан да іш қатуы мүмкін, жеміс жидекті мүлдем жемейтін кісілер бар, мысалы, көктерді, одан да іш қату болуы мүмкін. Сондай заттарды көп қолданып отыру керек күнделікті тамақтағы рационда. Сұйықтықты көбірек ішкен дұрыс негізі. Негізі сұйықтықты көп ішкен дұрыс, қай жағынан қарасаңыз да. Енді бұл негізі жүктілік кезінде тоже болады. Іш қату, запор. Оған да өнімдер беруге болады бізде. Одан кейін гормональный проблема болатын болса тоже іш қатуы мүмкін жалпы. Енді мұнда қандай өнімдер қолданылады? Қолданылатын мына 4 өнім. Бірінші очередь обязательно алоэ сок. Если қатты запор болып тұрған болса, ударный дозамен беріледі, бачонник ударный дозамен ішіледі, и артынан алоэ с персикімді қосуға болады. Неге олар қосылған? Себебі алоэ шабдалының құрамында клетчатка бар. Ол клетчатка іштің, үлкен дәреттің бір қалыпты келуін реттеп отырады былайша айтқан кезде. Енді екіншісі мынау пробиотик. Мына іште бағана айтқан біздегі микрофлора деген нәрсе бар. Мына тоқ ішекте микрофлора, яғни адамның қажетті болған бактериялар. Сол бактериялардың патогенді түрі көбейіп,
қалыпты түрлері төмендей бастаған кезде проценті адам тоже запор болуы мүмкін. Ішектің микрофлорасы бұзылған кезде. Енді мына пробиотик ішкен кезде ішінде 6 түрлі бактерия бар. 4 түрлі бифидобактерия, 2 түрлі лактобактерия. Мына жерге түседі. Енді аналогы жоқ деп айтамыз мына пробиотикке. Мына ішкен кезде барлық тамақ бағана айтқан едім, асқазанда қорытылу керек негізі, асқазанда майдалану керек. Бұл именно сол асқазанда ашылмайды. Компания қалай шығарып қойғанында асқазанда ашылмайды. Ішесіз, барады, тоқ ішекте ашылады мына капсула. Сыртындағы капсула асқазанның қышқылына төзімді. Именно тоқ ішекте ашылады, өйткені ішіндегі қажетті микрофлора бізге тоқ ішекке қажетті, сол жерге қажетті болған микрофлораның проценті жоғарылатып береді, бағанағы патогенді микрофлораның деңгейін төмендетеді, сонымен ішті бір қалыпты реттеп алуға болады. Енді аптечныйда осындай пробиотиктер көп мысалда, бірақ оларды ішкен кезде эффект төмендеу болады. Неге? Ол пробиотик тоже капсула болады, бірақ ол асқазанда ашылып қояды, ішіндегі микрофлора асқазанның қышқылына төзе алмайды, қышқылы күшті, ананы өлтіріп қояды, қажетті жерге жетіп бара алмайды. Содан эффект болмайды. Компания соны ескеріп, мына капсуласын қышқылға төзімді етіп шығарып берген. Пробиотикті міндетті түрде қосасыздар. Одан кейінгісі біздегі мынау файбер порошок, бұны негізі көп адам қолдана бермейді. Кім қолданған запор кезінде осы? Ешкім ұсынбайды да, қолданбайды да бұны. Бұны ойлайды тек қана для похудения Клин-9 набордың ішінде ғана. Жоқ, бұл тоже бізге осы запор кезінде керемет көмектеседі. Тоже клетчатка құрамында, клетчатка біздің тоқ ішекті уборка жасап береді. Тез-тез уборка жасайды, ол тез-тез. Мынау қажетті бересіз, анау микрофлора, то есть уборка жасайды, и мынау артынан қажетті микрофлорамен қаптамасы етеді. Бұл уже тоқ ішектің проблемасы шешіледі былайша айтқан кезде. Енді бір сұрақ. Осы жерде отырған мысалы бір 10 адам, 15 адам отырған болса, осының ішінің өзінде бір 50%-да запор бар. Дұрыс па? Ішқаты деген проблема. Кімде бар? Күлетінен. Бар табиғаты бар. Біраз адамда бар, көрдіңіздер ме? Енді біреу 3 күн дейді, біреу 2 күн дейді, бағана айтқандай. Соны емдеу керек. Оны жай барақат жүре бересіз бе, арты басқа да ауруларға ұласып кетеді оныкі. Немесе сізде бір проблема бар, жоғары жақта бір ЖКТ-нікі, содан уже запор болып тұрған болуы істеп. Сол себепті міндетті түрде ол запорды емдеп, одан құтылу керек. Нормально үлкен дәрет күнделікті адам 1-2 рет сыртқа шығып отырады. Мысалы, кішкентай нәрестелер еммен артынан сразу 20 минут деген іші келеді. Неге? Оның іші таза, ішеді, сүтті емеді, сразу үлкен дәретпен сыртқа шығып отырады. Ал адамда бағана зашлаконның әсерінен осындай запор болуы мүмкін. Енді ары қарай біздегі ішектің құрттары паразиттер деп айтамыз. Гермин бұрын еститін тек қана кішкентай балдарда ғана іште паразит құрт болады деп. Қазір таңда кішкентай балдарда да бар, и плюс бізде үлкен адамның барлығында бар. Себебі күнде қолданатын неміз фастфуд, күн сайын шашлик, мысалы, бұрын шашликті ұзақ тек қана мейрамда жейді. Қазір любой адам күн сайын шашлик жейді. Неге? Ет дұрыс піспейді ана жерде, тоже одан бір болуы мүмкін паразит. Енді паразиттің негізі түрі көп. 12 000 түрі деп жазады, кейбір жазбада 20 000 түрі бар деп жазады. Әр түрі өте көп оныкі. Енді жол қандай симптом береді? Мысалы, ол кезде тоже диарея болуы мүмкін, шаршау, әлсіздік өзіңізде, іштің кебуі, как будто бағана ішіңіз ісініп кетеді, түрі жиылып қойған каптук сияқты болып тұрады ішіңіз. Одан кейін салмақ жоғалту, іштің ауырсынуы, кей кезде үлкен дәретпен прям унитазда көріп тұрады біреулерде. Горшокта кішкентай балдарда көріп тұрады мысалы. Дәретпен бірге сыртқа шығып отырады ол нәрсе. Енді ол әртүрлі, мысалы, оның личинкалары құрттікі. Мысалы, топырақта болуы мүмкін, жан-жануарлардан жұғуы мүмкін, бағана жеміс-жидектер дұрыс қолданбаудың әсерінен жумаудың, қолды шумаудың, кірлас қолмен тамақ жеуден болуы мүмкін, әртүрлі осындай себептер болуы мүмкін. Енді оларға қандай өнімдер қолданылады? Біздегі мына 3 өнім: чай, одан кейінгісі алоэ сок, одан кейін чеснок, тимьян. Неге 3-ін ішу керек па деп сұрайды? 3-ін бірге қолдану керек. Себебі мынаны қосатын себебіміз мынау паразит кәдімгі не сияқты, мынау қырықсат бар ғой, сондай сияқты. Неге ішекті бүйтіп ұстап, қысып, жабысып тұрады да, фиксация деп айтады, оны қатты фиксациясы қатты болады. Мынау соны босатуға көмектеседі. Одан кейін чайдың құрамына бағана айттым, 45 түрлі емдік қасиетті шөптер бар. Сол шөптердің ішінде антипаразитарлық шөптер өте көп. Именно сол құртқа қарсы.
И мына чеснок тимен ең негізгі өнім құрамында лецитин деген зат бар, соның антипаразиттер действиясы мықты. Вот, ішкен кезде тоже біргелікті үшеуі құрттың ана фиксациясын босатып, сыртқа шығуына көмектеседі. Енді осы нені ішкен кезде, мынау антипаразиттердің программа ашқан кезде өзінің диетасы бар, ұсталатын. Көп адам ішеді, нәтиже болмады, түскен жоқ құрт деп айтады да. Енді сіз оның бәрін үлкен дәретті аңдып отырып көре алмайсыз. Кейде арасында кетіп қалуы мүмкін, кейде майда түрі болуы мүмкін. Аскарида болса ғана ұзын болады, 25 сантиметрге дейін кетіп қалуы мүмкін, 40 сантиметрге дейін, ал қалғандары майда түрі болады да уже. Сол себепті диетасы бар, тәттілерді доғару керек. Именно осы антипаразиттік программа ішіп жатқан кезде. Егер де сіз мынаны ішіп жатасыз, плюс ар жақтан тәтті қолданып отырасыз ба, ол кезде нәтиже болмайды, эффект болмайды. Міндетті түрде тәттіні доғарып қоясыз, и плюс оны ішесіз. Енді мен өзіме керемет бір результат көрдім алдында. Бір врач әйел келді, инстаграм арқылы мағанда, и өнім алып кетті. Өнім алғанда қалай? Короче, бір баласының аузынан иіс шығады, ауыздан иіс шығу деген нәрсе. Ол неден? Ол бағана тоқ ішек и асқазанның жұмысы бұзылғаннан солай болады да. Көбісі тістен деп келеді. Тістен деп келеді. Көбісі тістен деп ойлап қалды, оказывается ол іштен пастамен жуады, бәрі істейді, кетпейді, ол іштен болады да. Енді соған келген ол кісі негізі маған, сонымен пробиотикпен мына бачокты алып кетті ол кісі. Сосын айтты, ана үлкен балам деді, бұның ішін тазалаттық құрттан деді. Аптечный препаратпен тазалаттық Шымкентке апарып жасаттым деді. Мақұл деді. Сонымен бірақ оған бере берсем бола ма деп сұрады. Жарайды, бере беріңіз, ештеңе етпейді деді екеуі. И кішкентай баласына бағана проблемасына берген, ол реттелген бір апта жобасында, и бағана үлкен балаға да ішкізген мына екеуін. Жоқ, тек қана бачокты ішкізген деді. Бачокты ішкізген, бір күн ішім ауырып жатыр деді, туалетке жүгірді дейді. Барып артынан қарасам, унитазда кәдімгі құрт түсіп жатыр дейді. Маған видеоға түсіріп жүрген, прямо ана кісі. Мына бір бачоктың өзіне түскен ол кезде. Ал ол маған келген кезде айтты, мен оны тазалаттым аптекамен дейді. Енді аптекада былай айтқан кезде вообще бір мен дәрі білмеймін, негізі мына дәрі білсең соны құрттан тазаланады деген. Ол просто зияны да өте ауыр да, былайша побочный эффекті көп деп аптечный препараттар. Сол себепті лучше мынандай жолмен тазалаған дұрыс. Қазір былай айтқан кезде 100% балада паразит бар ішінде. Ол балада дұрыс өсірмейді, былай айтқан кезде бетінде ақтандар пайда болады, мысалы балада арық болады, кейбір балдар тәбет болмайды, оқсып құса береді мысалы, сосын тамақ ішпей қояды, жаңа оқсып құсам деп, содан қорқады да бала уже тамақ ішпей қояды. Ол ал оның бәрін іштегі паразиттен болып тұрады да. Сол себепті балаңызды и плюс өзіңізді паразиттен тазалауыңызға болады. Енді қазір енді осы жерде мен тағы бір-екі ауру жайлы айтып кете салайын, слайдтық қосылмай қалды. Осы асқазан ішек жолының ауруларына байланысты болады стоматит деген проблема бар. Ол ауызда болады, ауыз қуысының ойылуы. Енді бұл нәрсені тек қана осыған местный қолданамыз заттар, крем жағады біреу бірдеңе себет деген сияқты, біреу бірдеңе істейді, короче. Енді оның негізгі түпкі несі тамыры ішектен болады. Именно біздің тоқ ішекке байланысты. Если тоқ ішекте проблема болмаса, нақты ешқандай жара болмайды. Мен өзімде результат болған 14 жаста бала, кешіресіз, 16 жаста бала аузында 14 жарасы болған. Даже сыртына дейін шығып кеткен, тамақ іше алмайды бала. Біз сол балаға мына бачоктың 8 бачок ішті. 8 бачок. Ол бір айда 2 сондай бачок ішеді ол, жасына байланысты. Сонымен 4 ай ішті. Мынаны мысалы чеснок, одан кейін арджи ішті бізден. Ол балада постоянно запор болады. Постоянно запор. Мынаны ішіп жүреді, нормально болады. Сөйтіп сол бала 8 бачоктан кейін 14 жарадан 3-ақ жара қалды. Үшеу. Прям бәрі емделді, 1-2-3 ғана қалды, бірақ уже олар қатты мазаламайды мысалы. Сол бала қазір былай жатқан кезде толығымен тфей жазылып кетті. Запор іші де реттелді, плюс ауызда стоматит ауыртты. Ал Естен ішке тазарды. Міне, живой результат бар ғой стоматит, е? 2 жылдан бері жүрген ғой. Бәрі медицинадан бәрі кішкене қарым жасайды. Шығып айтасаңшы бір ауызыңызда. Қысқа нұсқа айтасаңыз, не болды аузыңызда? Өзіңізде отқан екен ғой? Соны айтқанда, 2 жылдай болған мазаланып жүреді. Енді ана ойылғанда жаңағыдай 10, 12, 15-ке дейін шығады. Саны ма? Саны. Ауырады, ыстық жамайсың, мұздай жамайсың, қатты жей алмайсың. Тамақтың несін сезінбейсің да? Сезінбейсің. Көрдік қой енді. Сөйтіп көрдім. Өткенде Түркияда сондай болды. Мен сонда Түркияға барған кезде сұрадым, ана Наталья Демидовадан сұрағым да, бірақ ол кісі ұқсай алмадым. Сол сияқты ана нені, Чебектен келген бір врачтардан сұрадым. Кім? Кім еді? Рустам ба? Жоқ, ана әйелдің ше.
атақты Викеева ма, содан сұрадым. Соны айтқанда көп айтып жүрген ғой. Содан сұрадым, істебейді деп ойлаған жоқ. Істебейді ішіңіз, істебейді. Содан келдім де, істебейді алып кеттім, бастадым. 4 күнде өзгеріс болды, азая бастады. Азайып. Содан енді 9 күнде тап-таза болды. Не үшін енді? Себебі мынау бар. Сол ғой. Тоқ ішекті от души уборка жасап береді. Мен әкесі осылардың бәрі ішкен алдында ше, ол 4 жыл емес. болды да уже. 4 айда мен уже пайдаланып жатқан, сонда менде тек жол осы еді. Сосын үлкен бір таблетка сойтты. Гардиния осы үйге мен енді надан көрдім. Бірақ кітапшаға өзінің кітапшасы бар, істемейді, сода жазып қойған. Мынаны обязательно ішесіздер деп қойған. Үзген жоқпын, бәрін сәл бітірдім. Бірақ тап-таза сосын оның пайдасы истебет ішкенде 9 күнде 5,5 килограмм алсын. Салмақты тастамалар плюс ауруды емдеп алғанда. Енді қараңыздар, просто эстебит специальный набор компания дайындап берген. Вот мен анасын алып іше салайын, мынасын алып іше салайын деген нәрсе болмайды мүмкін. Оны компанияда қаншаға профессор мынау бас қосып, консилиум жасап, сол коробканы шығарып берген. Жай ғана 5 өнімді қосайын, ақшасы мынандай болады, бабы мындай деп шығарған емес. Специально ол разработкадан өткен набор. Жеке-жеке никак бермеңіздер. Лучше комплекс беріңіз. Ішпей ма, лучше ішпей-ақ қойсын. Жаңа маған сізді мазалап отқан сол апа. Апамен қыз екеуі 2 истебит алған. Осы бүгін 4-ші күнде ішіп жатқан. Апа айтады, мен ештеңе жоқ дейді. Ана қызы ішіп өтіп кәдімгідей уже өзгерістер деп жатыр. Менде жоқ дейді, апа сізде таксиндер көптеп сырғап жай айтсам, қатты неге сөйлемейсің дейді. Соны айтады. Енді қараңыз, апа қанша жылдан бері отырып қалған ғой, бізде мынандай ғой, ауру бір 10 жылда, 20 жыл, 30 жылда, біреуде 50 жылда қалыптасқан ауруды 5 күнде емдегісі келеді. Ондай нәрсе болмайды. Оған да тұр қалай ұзақ уақыт ауру қалыптасты, тура соны ұзақ уақыт емдеу керек. Рахмет Көзет әпше. Тура енді осы стоматит сияқты, мынау не өзің көре алмайсың, не біреуге көрсете алмайсың деген геморрой деген проблема бар. Геморрой. Бұл да негізі ЖКТ-ның проблемасына плюс хирургиялық аурулар қатарына жатқызады. Себебі бұл біздің тік ішекте болатын ауру. Бұл да өте бір процедурасы да бір ыңғайсыз, адамға жүдә бір қиын ауру. Негізі оны ауырмаған адам білмейді, оны ауырмаған адам басын шайқағанмен білмейсіздер бәрібір. Потому что біз оны больницада хирургия бөлімінде өзі практикада жүрген кезде прям көргенбіз, процедурасын жасағанбыз, қалай болады операциядан шыққаннан кейін адамға өте қиын нәрсе. Тура сол геморройды да қазір осы продукциялармен күшті результат болып жатыр. Енді дәрежесі көп оның, мысалы іште қалыптасуы мүмкін, сыртқа шығады. Бірінші, екінші дәрежесінде мысалы тек қана желемен де тоже емдеп жатыр. Уже 3-4 кезде ішке ішіп жатыр. Неге 3-4-ші дәрежесінде уже іші қату запор болады да оларда. Сол запорды қараңыздар, жаңа запор бар деп жатты біразда. Соны емдемейсіз бе, арты геморройда болуыңыз мүмкін. Неге? Анау ішектің ішкі қабаты бар ғой, шышты қабаты, соны үлкен дәрет сақындап шығарып жатыр. Күнде шыққан кезде токсинін бөледі, қатты, ананы қырады, сырады, былай айтқан кезде жыртады, сөйтіп бір күн вена тамырлар зақымданады, сонымен уже геморрой байланады. Сол геморрой кезінде тоже бізде пробиотик, алоэ сок, одан кейін немесе персик сокты беруге болады, файбер тоже қолдануға болады іштен. Ал наружный желе и липс помада бізде керемет көмектесіп жатыр. Даже операцияға барам деп тұрған жігіттердің өзіне керемет результат болды. Көп адам оны ұялады, айтпайды, больницаға да бармайды, былайша айтқан кезде ол ауруды жасырсаң бірдеңе болады дейді ғой, короче. Сол сияқты оны жасырмау керек, емдеу керек уақытылы. Просто арты қиын. Любой аурудың асқынудан абай болу керек. Тек қана аурудан қорықпаңыз, оның асқынуы, яғни асқыну көбінесе онкологиялық келеді. Барлығында емдемейсіз ба, арты онкология келеді. Мысалы, обычный бағана язвой желудканың өзі асқынуы онкология болуы мүмкін. Малинизация деп айтады медицинада, арты онкологияға асып кетеді. Сол себепті ауруды уақытылы емдеу керек. Негізі өнімдердің мақсаты алдын алу. Просто халықта ондай түсінік жоқ бізде. Сол себепті осы аурумен қазір таңда біз негізі емдеп жатырмыз. Енді мына өнімдерді тәжірибе эксперимент жүзінде мен көрсетіп кетейін. Мен ұмытып та кеттім негізі эксперимент көрсетуді. Қолданып жүрген кісілер бар, мысалы бачок ішіп жасап көрген кісілер бар ма үйде эксперимент? Жоқ па? Бір шақлап ғана біледі. Мен қазір осы сары бачок іште қалай очистка жасайды, соны көрсетіп кете салайын. Телефондан и баклажкадан соғылсам. Именно очистканы қалай жасайды, қазір сіздерге көрсететін болады. Так, бачок бар, өзіміз ішіп
жерге. Енді ана ластанған ішектің күйін алуымыз керек та. Енді оны біз мынау йод бар ғой аптекада. Осы йодпен суды араластырып, ластанған ішектің көрінісіне алып келеміз. И соған бачокпен, абсорбентпен біздегі С витамин қалай очистка жасайды, соны көрсетіп кетемін. Енді мына абсорбент мен просто қазір экспериментке қосып қойдым. Негізі ЖКТ-ның проблемаларын бұл өнімде қосуға болады, қолдануға болады. Себебі мынау губка сияқты нәрсе. Абсорбент біздікі. Бұл қатты таблетка түріне жатпайды, формасы таблетка, бірақ таблеткаға жатпайды. Бұл просто пресстелген, аузыңызға салсаңыз тез еріп деп байқасаңыздар, иә? Енді осы нәрсе ішке түскен кезде, ана губка суды бүйтіп өзіне сіңіріп алады ғой. Тура сондай қызмет атқарады да, абсорбент деп атайды тұр, абсорбация жасайды. Ағзадағы токсин болсын, басқа уыт заттарды өзіне сіңіреді да, үлкен дәрежеде сақталып шығып кетіп отырады. Осындай қызмет бар абсорбентке. Тоже қазір сіздерге практика жасап көрсетемін. Так, мына йодты аламыз. Йодты мынаған тамызамыз. Қараңыздар, как ішектің көрінісіне ұқсатамыз, енді тура сондай болмаса да, солай келтіреміз. Енді осыған алоэ гель ішуден алып міндетті түрде шайқау керек, себебі ішінде нелер мияқ араласу керек. Мен өзім үйде ішіп жүрген бачок. Қасық 5 грамм деп айтылады. Негізі медицинада чайный ложка осыны араластырамын. Судың түсі өзгерді ме? Бағанадан. Енді қараңыздар. Бұл 5 грамм. Біз қанша грамм ішеміз ішкен кезде? 50 грамм ішеміз. 50 грамм қажет жоқ. Бұған енді 10 грамм өзінде қандай өзгеріп тұрды. Енді қараңыздар, бұл бірінші бачок қалай очистка жасайды. Құрамда сапалин, бағана өздеріңіз білетін, айтып жүрген сапалин, көпіргіш зат түскен кезде бағана шлакты, басқаны жібітеді, жұмсатады, көбірек сомен жуып алып шығып кетеді сыртқа. Қызметі сондай. Енді екіншіне, абсорбентпен бұнда тура осындай ластанған ішектің түрін жасап аламыз. Йодпен жұмыс жасаған кезде абай болыңыздар, бірақ химикат ол. Енді абсорбент. Қалай абсорбация жасайды ағзада? Бір таблетка. Бәрін салудың қажет жоқ негізі. Жұмсау керек, ертіп, езіп салу керек ішіне. Судың түсі өзгерді ме? Өзгерді. Толық салған жоқпын бір таблетке өзіне, жартысы ғана. Тоже біргелікті өнімдерді ішетін болсаңыз, былайша айтқан кезде ағзаңызда шлак та қалмайды, токсин де қалмайды, у да қалмайды, бүкіл асқазан ішек жолын тазартып алуға болады, плюс ауруларын емдеп алуға болады, көріп тұрған өнімдермен. Осындай тәжірибелерді өздеріңіз тоже үйде жасап көрсеңіздер болады, немесе пациенттеріңізге, клиенттерге жасап көрсетуге болады. Бізде енді басқа да өнімдермен болады жасауға, мысалы Артекси, Арджи, оларды келесі өзінің тақырыбында сабақта сіздерге жасап көрсететін боламыз. Осымен бүгінгі тақырыпты аяқтадық. Сосын бізде мынау результат алған кісілер бар еді, шақырған мен білмеймін, келмепті. Ұялды ма адамның алдына шығып сөйлеуге. Мен өзімде бір-екі пациентім бар еді, айтқан едім. Осы ЖКТ-дан результат алған кісілер. Енді өте көп негізі результат алған кісілер, нәтиже өте көп. Сұрақтар болса, пожалуйста, қойыңыздар. Информацияны аяқтадым. Бүгінгі сабақ осы. Аузымнан иіс шығады деген бір күнде жоқ болған ғой? Бір күнде? Бір күнде жоқ болды деді ғой иіс. Сабақ жүріс тыңдамапсыз ғой? Кішкентай бұларға болады. Бачокпен бірге, номен немесе персикпен бірге болады оларға. Пробиотикті ашып беруге болады. Жұта алмайтын кішкентай жастағы айлық балаға. Үлкен адам кәдімгі капсуламен толық ішу керек.
оңын бердім, оң күнде Ол бізде де я күшті 9 айлық балада күшті өсті. жақсы життан. Өзіне бір сөз өзіне Көзің күн соңыз көзге консультация